Бір іс жасау үшін көп ойланасың ба? Осы видеоның соңына дейін көр. Маған көп жазатын әйел кісілер ғой, менің оқырмандарым. Солар айтады, мен көшкім келеді, бір жаққа барғым келеді, не болмаса бір іспен айналысқым келеді. Қазір жұмыс жасап жүрген орта маған ұнамайды, жұмыс жасағым келмейді, коллективім жақсы емес, басқа жерде өмір сүргім келеді, басқа іспен өзімнің ісімді ашқым келеді, өз ісіммен айналысқым келеді дейді. Сол кісілерге айтарым, сен жасап көр, барлық нәрсені жасап көр. Ол мен ойлаймын да, сенің басыңа келген ой, ол бекерден бекер келген жоқ, оны Құдай саған басыңа салды. Оны сенің қолыңнан келетін болғаннан кейін, сенің қандай да бір ебің болғаннан кейін салды дейме деп ойлаймын. Әрі-бері кеткен ол сенің ойыңа келгеннің өзі, ол бір мән жатыр ол жерде. Сосын мен айтатын едім, көп ойланатын адамдар ойланып, мысалға бір бизнес ашайын деп жатса, көп ойланса, ойланып, соны өзінің ойында уже жасап тастадым деп ойлайды. Миы солай қабылдайды. Мен уже оны жасап тастадым. Біз бұл этаптан өттік. Бізден ешнәрсе шықпайды екен деп айтады да, сосын сен оны жасамай қоя саласың, Содан кейін 1 жыл өтуі мүмкін, 10 жыл өтуі мүмкін, сен соны қалаған нәрсені басқа біреу бастап, танысың, подругаң, опыты да жоқ, ешқандай да ол сферада жұмыс жасап көрмеген адам жасап кетіп, жақсы болып кетеді жағдай, қарап тұрсаң, оның көтеріліп кеткенін көресің, содан кейін өзің ойлайсың, баяғыда осыны мен айтқан едім, пәленшеге сол істеп кетті деп, соны өзің істемеген боласың да, бірақтан да. Сол мен айтам да, адам қателеспесе, ол өмірде өспейсің. Сол бір жалаққа өмір сүріп жүре беруің мүмкін. Сол өмір бойы бір ауылда туылып, бір ұжымда, мекемеде жұмыс жасап, сол жерде қайтыс болып кеткен адамдарды көреміз, біз ешнәрсе көрмеген. Енді олардың өзінің қалауы солай шығар. Бірақтан да сенің жаңағыдай ойың басқаша болса, бір жаққа көшу, жұмысыңды өзгерту болса, значит сенің басқа қалауың бар деген сөз, өйтіп өмір сүргің келмейді деген сөз. Соның өзіңнің армандарыңа сатқындық жасама деп айтқым келеді. Өзің арманыңа, өзіңнің қалауыңа сатқындық жасама, жасап көр. Барлық нәрсені жасап көру керек деп ойлаймын да. Адам солай қателесу арқылы өседі. Қателесіп қаламын, бір нәрседен банкрот болып қаламын, қарызға кіріп кетемін деп ойлама. Ондай нәрсені қаламасаң, значит ол нәрсе сенікі емес. Ойламай-ақ қой оны даже да. Бір жаққа көшуді, жұмыс жасауды, ал сен қателік арқылы өсесің. Мысалы, кішкентай кезіңде сен бірінші рет пышақ ұстап көрдің, бірінші рет спичка жағып көрдің, қолың күйіп қалды, сосын сен білдің, қолың күйіп қалса, ары қарай ешнәрсе істемеу керек екенін, кейін олай жақпау керек екенін, қолың кесіп кетті. Міне, осыдан кейін сен ол нәрсені істемейсің, ақырын кесесің бір нәрсені, ақырын жағасың, дәл сол сияқты қарапайым нәрседен солай опыт жинайсың, тәжірибе жинайсың, солай өсесің да. Қателіксіз бірден бәрі болып кетеді деп ойлау қате. Ол қателесесің, аяғыңды шалыс басасың, қарызға кіресің, сол арқылы өсесің. Эксперимент жасап көр деп айтқым келеді. Барлық нәрсені көру керек деп.